Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі керемет болып шығатын пирог дайындайтын боламыз. Және де оның құрамдары барлық ас үй ханшайымдарының үйінен табылатын өте керемет бюджетті құрамнан тұратын болады. Және де ол ешқандай миксерді, таразыны қажет етпейді. Сіздерге видео ұнайтынына сенімдімін, сондықтан да менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Оның барлығын үлкен ас қасықпен өлшеп алатын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып, оның үстіне 4 ас қасық қантымызды салып, венчикпен жақсылап қантымыз ерігенше араластыратын боламыз. Содан соң алдын ала електен өткізілген 4 ас қасық ұнымызды саламыз, бірге қопсытқышымызды 1 шай қасық салатын боламыз. Олармен де алдын ала електен өткізулі тұр, енді оны жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей осындай масса шығуы керек. Енді оның үстіне мен жай ғана дәм беру ретінде изюм қосатын боламын. Ол ешқандай да маңызды емес, жай ғана дәм беру ретінде қостым. Енді оны жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң оны осылай формамызға салатын боламыз. Енді оны қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Ол сіздің пешіңізге байланысты әрине. Сонымен менің пирогым дайын болды. Мен бетіне әсемдік ретінде қант ұнтағын ситудан өткізіп салатын боламын. Және де олардың құрамдары барлығы үлкен ас қасықпен өлшенеді, тек қана қопсытқыш 1 шай қасық саласыздар. Не болмаса, менің видеомның астында описание бөлімінен қарасаңыздар да болады. Сонымен біздің пирогымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса, қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.